Түркістан облысының оңтүстігінде орналасқан Шардара ауданы Дария жағасындағы бауырмал халықтың еңбек пен өркендеудің тыныс тіршілігі мен дамудың мекені. Бүгінде ауданда 82 мыңнан астам халық өмір сүреді. 20 елді мекенді біріктірген бұл аймақ ауыл шаруашылығы, әлеуметтік сала, инфрақұрылым және тұрғын үй коммуналдық қызмет бағытында тұрақты түрде жаңарып, дамып келе жатқан өңір. Осыған орай бүгінгі арнайы хабарымызда Шардара ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің жұмысына тоқталамыз. Ауданның инженерлік инфрақұрылымын дамыту, ауыз су, жарық, жылу, кәріз жүйелері, абаттандыру, көшелерді жөндеу, санитарлық тазалық сынды әрбір отбасының тұрмыс сапасына тікелей әсер ететін қызметтер қалай атқарылып жатыр? Қандай жобалар іске асуда, қандай проблемалар шешімін тапты, ал қандай мәселелер өзекті болып тұр? Хабар барысында бөлім басшысымен сұхбат, елді мекендердегі нақты жұмыстар, жаңа жобалар, алдағы жоспарлар мен халыққа қажетті өзекті ақпараттар ұсынылады. Бізде Шардара ауданымызда 82 мың халық бар. Бізде өздеріңіз білесіздер, жаңа сұраған ауыз су ең бірінші өзекті мәселе болған. Бізде 20 елді мекеніміз бар ауданымызға қарасты. Сода қазіргі таңда да бізде Шардара ауданымызда 6 жоба іске асырылып жатыр. Оның ең үлкен жобамыз бізде Тама жобасы. Өзімізге Шардара қаласында қазіргі таңда су тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоба осы ағымдағы жылдың ақпан айынан басталды. Қазіргі таңда қаламызға 13 километр, 13 шақырым дейді, 13 шақырым екі ниткі дейді, екі желі құбыр тартылды, 13 километр. Оған жаңағы колодестердің бәрі 13 шақырымы бітті. Ендігі мәселе осы тағы да 9 шақырымы қазылу жұмыстары, салу жұмыстары болады. Басындағы жұмыстар уже қазір административный әкімшілік ғимараттары, насосный ғимараттары салынып жатыр. Резервуар жұмыстары жүріп жатыр, жұмыс әзірше қарқынды жүріп жатыр. Бұл жобамыз өтпелі 2026 жылы тамыз айында бітеді деген жоспарымыз бар. Одан бөлек бізде қазір 4 ауылымызда ауыз су жұмыстары жүріп жатыр. Бізде достық ауылымызда. Бұл жерде қазіргі таңда екі ұңғыма қазу жұмыстары жүргізілді. Жаңында қосымша резервуар жұмыстары. Бұл жұмыстарымызда біздің 2026 жылға өтпелі. Одан бөлек бізде Студент ауылымызда, Қоссейіт ауылымызда, Ұзыната ауылдарымызда жұмыс қарқынды жүріп жатыр қазірде. Оның барлығы 26 жылға өтпелі. Бізде Шардара ауданында қазіргі газдан уланудың алдын алу бойынша бізде аудан әкімімен жұмыс топ құрылған. Ол жұмыс топта қазіргі таңда біз ауылда елді мекендерде бізге тұрғын үй коммуналдық мекемесінде қарасты бізде газ инспекциясы деген жұмыс мамандарымен күнделікті халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қалай газды қолдану сақтық шаралары бойынша. Өздеріңізді біздің жаңағындай ауданымыздың ресми парақшаларынан көрсеңіздер де болады. Ол атқарылып жатқан жұмыста. Қазір үздіксіз жұмыс атқарылып жатыр қазір, тоқтаусыз. Енді халыққа қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізу бойынша ағымдағы жылы қараша айының аяғына дейін толық бітіреміз деп отырмыз. Өзі газға тұтынушы бізде 14.600 абонентіміз бар. Қазіргі таңда оның 60-65% түсіндірме жұмыстарын жүргізді деп айта беруге болады. Бізде ауданымызда 97,6% газбен қамтылған. Кірмеген бізде Бозай, Беймырза, Қуаңғырық деген ауылдарымыз бар. Ол жерге қазіргі таңда алыс шалғайда болған екен, ол бөлік қосымша проекті жасалып жатыр. Алдағы жылдар Құдай қаласа қосылатын болды. Жарық мәселесінде бізде Шардара қаласында, Шардара ауданымызда толық қамтылған. Жарық мәселесі бойынша бізде негізгі көшелердің бәріне жарықтандыру шамдары, оған қосымша ішкі көшелерде жарықтар шамдары, әсіресе біздің балабақша, мектептің көшелердің бәрі жарық шамдармен қамтылған. Бізге жолды айтатын болсақ, біздің Шардара ауданымызда
шақырымдай жол бар. Оның жарамдылығы пайызбен алатын болсақ 566 проценттік неге сақшылған 94% жарамды жол. Қалған 6%-дай қанаттандырсақ дейді. Биылғы жылы 2025 жылы ауданымызда облыстық бюджеттен ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 15 көше орта жөндеуден өтті. Атап айтқанда мына біздің жанымызда Тұрысбеков ауыл елді мекенде 10 көшеміз, кейін Алатау ауылымызда 5 көшеміз. Одан қоса бізде облыстық бюджеттен мынау Қалғансыр Жаушықұм 8 шақырым жол орта жөндеуден өтіп жатыр. Қазіргі таңда 5 өткелі тас төсеу жұмыстары жүргізілді. Бұл көшеміз келесі жылға асфальт жағындысы жағу деген недеміз, ойдамыз. Ол 26-ға өтпелі бұл көшеміз. Одан бөлек біздің өзіміздің жергілікті бюджеттен 2 көшемізге тас төселді. Ол біздің туризмге баратын аймаққа және жаңадан салынған 26 көшеміз тас жөнделді. Одан бөлек жергілікті бюджеттен бізде биыл жоспарланып отыр. 12 көшемізге асфальт жағындысын төсейміз деп. Қазақстан бойынша президентіміз тапсырмасына бойынша жыл басынан бері қаншама шараларымыз өтіп жатыр. Бізде басында сәл халықты үйрену басында сәл ауырлау болып еді. Қазіргі таңда біз ауыл билері, ерікті азаматтар, ақсақалдарымыз жиі шығып тұрады қазір. Оның үстінде бізде қазіргі таңда қаламызда Дострой мекемесі бар. Халықты көпқабатты үйлерден күнделікті алып тұрады. Қостан ал жер үйлерден аптасына 1 рет алып тұрады. Өздеріңізбен қазір ауданды бірге аралайтын боламыз. Немізді, көшелерімізді, қаласаңыздар саябақтарымызды, салып жатқан құрылыс нысандарын көрейік барып өздеріңізбен бірге. Ержан мырзамен бірге ауданда жүргізіліп жатқан бірқатар құрылыс нысандарын араладық. Сол жобалардың ішінде халық үшін аса маңызды су жүйесін тарту жұмыстары да қарқынды жүріп жатыр. Ауыз су әрбір отбасының күнделікті тұрмыс сапасын анықтайтын басты қажеттілік. Сондықтан бұл шара Шардара ауданы бойынша ең маңызды әрі өзекті. Құрылыс толық аяқталған жағдайда ауданның табиғи ауыз суға қол жеткізу мәселесі түбегейлі шешімін табады деп күтілуде. Қазір мердігерлер бекітілген жоспар бойынша жұмыс атқарып жатыр. Алдағы уақытта тұрғындар сапалы, үздіксіз ауыз су жүйесімен қол жеткізіледі. Биылғы басталған жобамыз енді қазіргі таңда бұл жеңімпаз мердігер Алтын Констракшн мекемесі. Биылға 8,3 миллиард қаржысы қаралған. Қазіргі таңда өзіңіз көріп отқандай резервуар жұмыстары салыну қарқынды жүріп жатыр. Ендігі нысан негізі 26 жылға тамыз айына аяқтау жұмыстарын күтіп отырмыз. Қашан басталды? Бұл осы ағымдағы жылдың февраль айынан басталып жұмыс жүргізіліп жатыр. Осы бітсе, қандай мәселе шешіледі? Бұл бітсе біздің Шардара қаламызға ең бірінші өзекті мәселе ауыз су мәселесі шешіледі деп отырмыз. Бұл жерде қазір қанша техника, қанша жұмыс? Бұл жерде қазір 30 шақты техника, 125 адамдай жұмыс жасап отыр. Сондай-ақ жауапты мамандардың айтуынша аудан қыс мезгіліне толық дайын. Қажетті арнайы техникалар тексерістен өткізіліп, тиісті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Қар тазалау, көше күтімі, төтенше жағдайдың алдын алу шаралары бойынша да жоспарланған жұмыстар әзірленіп, жауапты бөлімдер күшейтілген режимде жұмыс істеуге дайын тұр дейді салаға жауапты маман. Өздеріңіз көріп тұрғанда жаңалда айтылып өткенде биыл облысный бюджеттен 223 миллион бөлініп, осы шаруашылық мекемемізге 11 трактор, 11 тележкесімен және 3 погрузчик, жаңа су таситын водовоз дейді, сондай алынды, биыл қарастырылған. Мынада қазір тұрғандарыңыз біздің шаруашылық қызметтің автотұрағы, көліктердің тұрағы. Осы жерде барлық техникалардың бәрі күнделікті азында келіп, жұмысына сағат 8-ден бастап кірісіп кетеді. Дәл қазір бұл жерде 11 тракторымыз бар, 11 тележкесімен
3 погрузчигimiz бар, 2 водовозымыз бар, и бір неміз бар. Жандай қысқы тұш шашады дейді, сондай машинамыз бар. Жалпы жұмыс барысында бұл техникалар жеткілікті. Жеткілікті. Қанша жұмыс бар? Қанша адам бар мұнда? Бұл жерде бізде шаруашылық қызметте 140 адам бар. Жұмыс істейді. 140 адам жұмыс істейді. Қалалардың тазалығына. Қысқа дайынбыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Қорыта келгенде Шардар ауданында су, газ, жол секілді негізгі инфрақұрылымдық бағыттары жоспарлы түрде жолға қойылған. Әр мәселе кезең-кезеңмен қаралып, уақытылы шешімін тауып келеді. Халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған жұмыстар тоқтаусыз жалғасуда. Жауапты сала мамандары барлық жобалардың орындалуын тұрақты бақылауда ұстап отыр.